Сәуір болды, ағайын, тәуір болды. Күн жылынып, жердің тоңы жібіген уақыт, көктемгі дала жұмыстарын пысықтайтын нағыз қолайлы мезгіл. Зерттеу мәртебесін иеленген зерттеуші аграрлық тұңғыш жоғары оқу орнының бұған қосар үлесі қандай? Зерделейік. Құрамындағы минералды тұздар адам организмінен бос радикалдардың шығуына әсер ететін бұл дақылдың иммунитет үшін пайдасы ұшан теңіз. Ал бета-кератин теріні әжімнен сақтап көздің көруін жақсартатынын әу бастан жақсы білеміз. Десек те аспарагус бұтағындағы күкірттің адам тәнінен кәдімгі сарымсақ пен пияздай жағымсыздау иіс шығаратынын да есте сақтай жүрген абзалырақ. Жаз жақындап қалды дегендей, біздің айтпағымыз аспарагустың пайдасы да зияны да емес. Кезінде көзге ілінбеген селдерей салат жапырақтарының бүгінде мәзірдегі дәмі һәм мәні бөлек. Осы дақылдардың ізімен әзірге еленбей келе жатқан аспарагустың елімізде өсірілуі ілгерілеп келеді. Ілгерілеуіне оқу ордамыздағы өндірістік егіс алқаптарының септігі мол. Былтыр ғана бой көтерген Қазақстан-Нидерланды қарқынды бағының биылғы жылдағы ең алғашқы өнімі де осы аспарагус болып отыр. Өнімін жинап алғаннан кейін небәрі 2-ақ күнде қайта жаңарып шығатын аспарагус қарқынды бақта қарқынды өсіп келе жатқан деликатестердің бірегейі. Бақтағы басқа да жұмыстарға тоқтала кетелік. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 1-ші курс докторантымын. Менің ғылыми жетекшім осы өзіміздің өсімдік қорғау және карантин кафедрасының меңгерушісі Карирова Гүлшария апайым. Біз Қазақстан Нидерланд бағына келіп, көктемгі жұмыстарымызды бастап кеттік. Менің тақырыбым негізінде осы алма бақтарының бактериялық күйігімен жұмыс жасау. Өткен аптада университет ғалымдары бұл алқапта көктемгі өңдеу, баптау, бақылау жұмыстарын жүргізіп қайтқан болатын. Енді жеміс ағаштарының бір жарып гүл атқанын асыға күтеміз. Өйткені дәл сол кезеңде табиғи тозаңдандыру жұмысына жасақтап отырған арнайы ара әскері ұясында оңтайлы сәтті күтуде. Межелі сәтті күту оңай болсын ба? Иісі мұрын жаратын бұтақ гүлдерімен лайықты қауышу үшін де күш керек. Иә, осы мына ұя ішіндегі араларға керек ол күш. Әсілі, жемістің жақсы болуы ағашынан емес, дәл осы түкті аралардың гүлдерді ұрықтандыруында бар гәп. Алма бағы гүлдеген кезде тозаңдыру жұмыстары жақсы жүргізу үшін аралар көп көмек көрсетеді. Оны біз пыльцамен қоректендіріп жатырмыз. Адам баласы арманды бетке алып бағдар ұстаса, аралар солтүстік шығысты тұспалында ұстауға бейім екен. Ұшқан ұясын 10 километрге дейінгі қашықтықта ішкі компасы арқылы тауып келе алатын араның ұясының ауызын солтүстік шығысқа қаратып салу міндетті. Біз де сөйттік. Бағыт-бағдарымыздан жаңылмау үшін көктемгі дала жұмыстарын жолға қою мұнымен бітпейді. Күні кеше көктемнің кейбір өктем мінезінен зиян шегуі ықтимал облыс аймақтарындағы далалық жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс жүргізу мақсатында Жамбыл облысының ауыл шаруашылығы басқармасымен бірлесе отырып, университетіміздің ситуациялық орталығында агродаму басқармасының ұйымдастыруымен фермерлік сағаты өтті. 7 аудан бойынша Жамбыл облысының сұрақтары келіп түскен болатын. Енді сұрақтардың ауқымдығына, өзектілігіне қарағанда оларды шынында да күнделікті осы бүгінгі тіршілік жұмыстарында нәтижені алсақ, тиімділігін көрсек деген жаңағы өздерінің көңілдерінен ойларынан қойып жатқан сұрақтарына біз жауап бердік. Келесі біздің осы фермерлік сағатымыз солтүстік Қазақстан облысы болып тұр. Оларда енді көктем далалық жұмыстарын дайындық жұмыстары жүріп жатыр, техниканы дайындап жатыр, тұқымдық жаңағы өздерінің көлемдерін дайындап жатыр жұмысқа. Сондықтан олардың да бүгін осы біздің университетімізге облыстың орынбасары және де облыс ауыл шаруашылық басқармасының жетекшілері келіп кетті. Демек те бұл жұмысымызға, колл-центріміздің жұмысына қызығушылық бар. 150-ге жуық адам онлайн қатынасқан дөңгелек үстел барысында ғалымдар өңірлердегі шаруа қожалықтарының басшыларымен, фермерлермен, диқандармен бірге өзекті мәселелерді шешу жолдарымен, жеке шаруашылықтармен ірі кәсіпорындарды дамытудағы жаңа технологияларды енгізу туралы салмақты сұрақтарға салиқалы жауап іздеді. Шу ауданынан, Қордай ауданынан сұрақтар болды. Топырақтың құнарлылығын қалай сақтау, көтеру және фосфогипсті не үшін енгіземіз деген сұрақ болды. Бұл актуальды сұрақ әсіресе біздің оңтүстік Қазақстан, оңтүстік шығыс Қазақстан облыстарына.
Смарт технологияға құмартқан IT заманында алдыңғы қатарлы елдердің озық тәжірибелерін меңгеру қиын емес. Егер сол алдыңғы шептегі ел тың технологиясын үйрету үшін сенің университетіңді таңдаса. Олар таңдады, ал біз қолдадық. Жылыжай іргетасын қалау қасиетті оразаның жұмасына сәйкес келгендіктен 1 гектар жерді осынау ақылды құрылысқа дайындап жатқан мердігер компания қазақы жөн жоралғымен бісмілласын айтып Құдайыға қошқар бауыздауды жөн көріпті. Қош, бізде бірге бет сипасып, Құранға сүйіндік. Дәл қазір өздеріңіз көріп отырғандай, смарт технологиясы бойынша салынып жатқан мына ақылды жылыжайдың негізгі мақсаты адамзат баласына тигізетін пайдасы бұл өсімдік дақылдарының өсуіне, олардың өнім беруіне адамның қатысуын мейлінше азайту. Яғни небір ақылды технологияларды іске қосу арқылы жүзеге асатын болады. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, құрылыс компаниясы жер тегістеп жатыр, қоршауын реттеп жатыр. Біздің бір маңызды жұмыстың бірі осы жылыжайға су құрамын алып келуіміз керек, дайындап. Оның бәрі дайын, электр жүйесін алып келуіміз керек. Оны да бәрін көріп отырсыздар, бәрін дайындап, реттеп бәрін алып келіп қойдық. Корея Республикасының озық технологиясы бойынша салынып жатыр. Жалпы көлемі 1 гектар жерде. Дәл қазір мына жерде алынып жатқан топырақтың болашақта салынатын жылыжайға ешқандай қатысы жоқ. Бұл топырақ осы жылыжайдың 0 градустық теп-тегіс деңгейде бой көтеруіне әсер етеді. Болашақта біз осы жылыжайдың ішіне егілетін дақылдардың түрлерінің бәрін мына қазіргі алынып жатқан топыраққа емес, гидропондық әдісті пайдалану арқылы арнайы биологиялық субстратқа егетін боламыз. Корея Республикасының қорынан арнайы қаржы бөлініп, $1,5 миллион қаражат бөлінген. Осы жылыжай салып болғаннан кейін Кореяның Республикасының мамандары 2 жыл көлемінде осы жылыжайда жұмыс істейтін болады да, жаңа озық технологиямен біздің докторанттарды, магистранттарды, студенттерді таныстыратын болады. Тамыз айының басында кореялық сорттар және кореялық әдістермен көкөністер және басқа дақылдар егілу басталады. Бұл технологияның және бір ерекшелігі қазіргі таңда өнімділік көкөніс дақылдарының сапасы біраз төмендеп тұр. Бұл жерде ақылды жылыжай болғандықтан автоматты түрде ішіндегі контрольдар, мысалға пестицидтің қалай қолданылуы, оның барлығы адамның ағзасына зиян келтірмейтін мөлшерде беріліп, соның өнімі дайындалады. Естеріңізге сала кетейік, ақылды жылыжай құрылысын жүзеге асыру жөнінде 2020 жылдың 6 ақпанында Оңтүстік Корея делегациясы мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті арасында келісім шартқа қол қойылған болатын. Гүлнар Мұратбекқызы, Саяжан Сапарғали, Азамат Қабылов, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің медиа орталығынан.